Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде қазақтың ұлттық тамағы ет асамыз. Жай ет емес, соғымға сойылған жабағымыздың бір шекесін қосып асамыз. Қайнау барысында шекеміздің мейі түсіп қалмас үшін осылай етіп әбден жіппенен шандып байлап тастадым. Шекеміздің қасына осы жабағымыздың жілігінен омыртқасын, жауырын, қабырғасын, етінен саламыз, тілдің жартысын саламыз. Сонымен бірге етімізге ерекше дәм беру үшін қазы қосамыз. Жабағымыздың қазысы әлі дұрыс сүрленген жоқ. Менің қолымдағы сүр қазы күзде сойылған күздік соғымымыздың қазысы. Сонымен бірге етімізге былтырғы соғымға сойылған жылқының қарнына тығылған телшікті бірге саламын. Телшікті бұрын әжелеріміз былтырғы соғымға сойылған жылқының қарнына осылай етіп тығып дайындап, бір жыл сақтап, келер жылғы соғымға қосып асқан. Мен де солай еткелі жатырмын. Әбден сүрленген, бір жылдан асып кетті жатқанына. Егер де осы видео сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Етімізді қазанымызға салмас бұрын 2-3 мәрте жылы суменен жақсылап жуып аламыз. Етімізді жуып алғаннан кейін қазанымызға салқын су құйып, бісміллә деп шекесінен бастап саламыз. Етіміз қайнағаннан кейін бетіне шыққан қанды көбігін алып тастап, бір үлкен бас жуаны салып, астындағы отын басып қоямыз. Тамағымыздың астын басып қойдық, жай отта қайнай береді. Енді осы уақыт аралығында етіміздің қамырын бастырып қоямыз. Қамырымызды әдеттегідей суға емес, сорпаға илеймін. Қайнап жатқан сорпамыздан, майлы сорпасынан құйып алып суытып қойғанмын. Етіміздің қамыры үшін де 3 түрлі ұнды пайдаланамын. Менің қолымда ұн, 2 сұрыпты ұн. Осыдан бір кесесін аламын. Қамырымыз қатты әрі біркелкі болып басы бірігу үшін бір жоғарғы сорыпты ұннан 2 кесесін саламын. Сонымен бірге ыржаная ұннан 1 кесесін саламын. Осы 3 түрлі ұнымызды араластырып, үстіне 1 түйір жұмыртқамызды жарып, сорпамызды құйып, қамыр илейміз. Тұз пайдаланбаймыз, өйткені сорпамызда тұз бар. Жұмыртқамыз бен ұнымызды араластырып алдық. Енді үстіне суып тұрған қанжылым сорпамызды ситадан өткізіп, барлығын бірден құймай, біртіндеп құйып отырып, қамырымызды илейміз. Алдыменен қасықпен араластырып аламыз, осылай басын біріктіріп. Басы біріккеннен кейін қолымызбен илейміз. Дайын болған қамырымыздың түрі жылтыр, әрі осындай қатты болып шығу керек. Тағы да 5-6 минут илеп,
Салафан қалтаға салып, қамырымызды тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін қайтадан салафан қалтадан алып, тағы да осылай етіп илеп, қайтадан демалдыруға қойып қоямыз. Жай отта өзінің бабымен қайнап жатқан тамағымыздың үстіне енді картоплын салып, қақпағын жауып, қайнатуды жалғастыра береміз. Енді етіміздің тұздығын дайындап қоямыз. Бір үлкен бас жуалып турадым. Егер де жуаны мол болғанын қаласаңыздар, тағы да қосып турай беріңіздер. Турап алған жуамызды ыдысымызға салып, үстінен қатырылған көк жуамыздан кішкене ғана салып, қайнап жатқан сорпамыздың үстінен майлы сорпасын құйып аламыз. Жарты шай қасық қара бұрыш салып, бетін жауып қоямыз, қайнатпаймыз. Мен үнемі тұздығымыз дәмді болу үшін қайнатпаймын, тек қана қамырын салған кезде ысытып қоямын. Енді тамағымыздың қамырын жаямыз. Қамырымызды екіге бөліп алып, екі күлше олып жаямыз. Күлшелеген қамырымыздың ортасына ұнды сеуіп, осылай қолымызбен кішкене жайып аламыз. Қамырымызды жайған кезде ұлпалайтын ұнымызды да екі түрлі ұннан жасап қойдым. 2-3 қасық жоғары сұрыпты ұнменен 2-3 қасық ыржаной ұнды араластырып қойдым. Енді осы ұлпалайтын ұнымызды ортасына сеуіп отырып, жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Неге қамырымызды жайып алдық. Қазақша айтқанда қағаздай болып жайылды. Еш жері жыртылған жоқ, жылтыр әдемі болып шықты. Етімізді сорпамыздан сүзіп алып қойғанбыз. Енді оқтауымызға орап, бірнеше бөліктерге бөліп, қайнап жатқан сорпамызда қамырымызды қайнатып аламыз. Қамырымыз да пісті. Піскен қамырымызды сүйегімізбенен әбден сорпасын сорғытып алып түсіреміз. Үстінен майлы тұздығымыздан құйып, ожауменен арасына толық май сіңу үшін тарелкамды осылай сілкілеп аламын. Қазақша айтқанда кәдімгі май қамыр болып шығады. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындаңыздар. Әсіресе суреттасқан кезде осы қамыр өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, әрі дәмді, әрі пайдалы. Неге ет тамағымыз дайын болды? Сорпамыз майлы әрі дәмді болып шыққан. Сіңімді болу үшін жаздың күні жасап қойған сиырдың сүтіменен түйенің сүтінен жасалынған сүзбені қосып беремін. Сорпамыз әрі денені қыздыратын пайдалы, әрі дәмді болады. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындаңыздар. Телшігімізді ортасынан кесіп көрсетейін сіздерге. Негізінен телшікті 2-3 жылға шейін сақтауға болады. Жатқан сайын дәмі кіріп сүрлене береді. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Егер тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңырау шағында баса кетіңіздер. Видео егер ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізді де жаза отырыңыздар. Соғымдарыңыз сүйкімді болсын. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.